Петропавл қаласы Алпамыс бөбекжай бақшасы ересектер тобының тәрбиешісі Сугурбаева Роза Суратаевна. Шеберлік сынып тақырыбы Төлеген Айбергеновтың көктем өлеңін жаттау. Кел балалар күлейік, күлкі менен күлейік, қабақ түйген не керек, көңілді боп жүрейік. Мұқият тыңдап, жұмбақты шеш. Бұлтты айдап желдеткен, нөсерлетіп селдеткен, жамбырлатып ойнайтын, қай мезгіл деп ойлайсың. Я, көктем мезгілі. Бүгін біз сендермен көктем мезгілі туралы әңгімелесеміз. Көктем мезгіліндегі өзгерістері туралы кесте арқылы әңгімеле. Алдымен мені мұқият тыңда. Көктем мезгілінде күн ұзарып, түн қысқарады. Күннің көзі жарқырап, жерді жылытады. Қар ериді. Үйлердің төбесінде ұзын сүңгілер пайда болады. Қардың астынан алғашқы көктем гүлдері шығады. Ағаштар бүршік атады. Аю ұйқыдан оянады. Жәндіктер тіріледі. Қоян түлейді. Ақ жүннің орнына сұр жүн өседі. Аңдар төлдейді. Жылы жақтан құстар ұшып келеді. Құстар балапандар шығару үшін ұя салады. Бүгін сендермен Төлеген Айбергеновтың көктем өлеңімен танысамыз. Көктем қандай көңілді, көктен жаңбыр төгілді. Мөлдір аспан ашылып, күннің көзі көрінді. Қайталаймын. Көктем қандай көңілді, көктен жаңбыр төгілді. Мөлдір аспан ашылып, күннің көзі көрінді. Мөлдір деп тап-таза ашық тұнық нәрсені айтамыз. Төгілді. Бұл жерде жаңбырдың нөсерлеп жауғанын білдіреді. Көктем орыс тілінде весна, жаңбыр, дождь, күн, солнце, аспан, небо. Қайталаймыз. Көктем, весна, жаңбыр, дождь, күн, солнце, аспан, небо. Көктем өлеңін суреттер арқылы жаттаймыз. Суреттерге мұқият қараңдар және мен соңынан өлеңді қайталаңдар. Көктем қандай көңілді, көктен жаңбыр төгілді. Мөлдір аспан ашылып, күннің көзі көрінді. Қайталаймын. Көктем қандай көңілді, көктен жаңбыр төгілді. Мөлдір аспан ашылып, күннің көзі көрінді. Ал енді менімен бірге қайталаңдар. Көктем қандай көңілді, көктен жаңбыр төгілді. Мөлдір аспан ашылып, күннің көзі көрінді. Жарайсыңдар. Ал енді көктем өлеңін өзің жатқа айт. Жарайсыңдар. Ал енді көңіл күйлеріңді білдіріңдер. Егер көңіл күйің өте жақсы болса, өлеңді толық жаттасаң, онда күлімсіреген күннің көзді таңда. Егер көңіл күйің орташа болса, өлеңді жартылай ғана жаттасаң, онда бұлттардың артына тығылған күннің көзді таңда. Ал егер көңілсіз болсаң, мүлдем өлеңді жаттамасаң, онда ашулаған бұлтты таңда. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.